Игілік әймен, мәңгілік менің махаббатым. Бибі Фатима мен бақташының әйелі. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бүткіл мұсылман әйелдерінің пірі Бибі Фатима анамыз жас кезінде тәкаппар менмен болған көрінеді. Әкесі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз өзінің оң қолы Әзірет Әліге күйеуге бермекші болғанда менсінбей көнбепті. Содан күндердің бір күні пайғамбарымыз уәзірлерінің біріне мынадай тапсырма береді. Менің қызымды нөкерлерімен барлық сән салтанатымен аңға, көңіл хошын жасауға алып шығасың. Аңнан қайтқанда кешке мал өрістің құларда, қызым қалайда қыстақтың шетіндегі бақташының үйіне соғып өтетін болсын деп. Ойнап күлген топ күн батар-батпаста қыстаққа жақындап та қалады. Уәзір Бибі Фатимаға әбден шөлдедік, анау түтін шығып тұрған үйден сусындайық дейді. Бибі Фатиманың ұсқынсыз лашықтан жеркеніп қарсылық білдіргеніне қарамастан қайта-қайта өтініш жасап ақыры көндіреді. Бұл лашық кейіннен Зеңгі баба атанған әулиенің үйі еді. Бұларды келбетті кісі қызғарлықта жас әйел қарсы алады. Күтпеген мәртебелі қонақтары ауладағы бастырмалы сәкіде сусындап отырады. Тосын көрініс бейтаныс жағдаяттар әуелде Бибі Фатимаға ұнай қоймағанымен біртіндеп қызықтыра бастайды. Ескі лашық қылаусыз тап тұйнақтай. Ауланың іші су сеуіп сыпырылған мұнтаздай. Бір кезде жұпыны киінгенімен үсті басы тап-таза ұршықтай сыбдыры білінбей шаруаларын жайғап жүрген көз тартарлық жас әйел жанып жатқан оттың үстіне бір шәугімді апарып іліп қояды. Артынша су толтырылған екінші шәугімді оттың жиегіне жалыны жай ғана жалап өтерлік жерге, үшіншісін оттың қызуы жетпейтін алысыраққа қояды. Содан соң талдың көк өскен аудан шыбықтарын еппен бір бума етіп кесіп алады да арықтағы суға таспен бастырып қояды. Осы кезде өрістен қайтқан сыйлар азан да қазан мөкіріп қыстаққа кіріп те қалады. Жас әйел ұзын көйлектің бір жақ етегін түріп, ышқырына қыстырады да кезекті шаруасын реттеп жүре береді. Қызықтап таңырқап отырған Бибі Фатима ойға кетеді. Орнынан тұрып көрікті келген кедей шаруа әйелге жақындап келіп сауал тастай бастайды. Жаңа ғана істеген тірліктеріне түсінік беруін сұрайды. Аса мәртебелі ханшам, сұрақтарыңызға жауап беруіме рұқсат етіңіз дейді бақташының әйелі ізеттене иіліп. Менің қожайынымның қызметінен оралатын уақыты тақап қалды. Ұзақты күн аптап асты, қуырылып, аңызақ қағып, шаң қауып, шаршап шалдығып жетеді. Бір шәугімді оттың үстіне екінші жанына үшіншісін алыстау қойғаным, ол кісі кейде ыстық сумен шайынғанды жақтырады, кейде қанжылымдауын ұнатады, енді бірде салқындау болғанын қалайды. Әйел жыныс емес пе? Бибі Фатиманың қызығушылығы артады. Орындарынан көтеріліп қойған нөкерлеріне, серіктеріне уәзірге қоя тұрыңдар деген белгі беріп әйелдің күйеуін көріп кетуге шешеді. Қайдағы бақташыға көрсетілмекші қандай құрмет? Судағы шыбықтардың жауабы кей күндері шаруа бабымен сиырлар олай қашып, бұлай қашып, қожайыны мазасызданып, шытынаңқырап келеді. Сонда әлгі шыбықтардың қалаған біреуін алып, арқамнан тартып жіберсе ашуы тарқап, көңілі орнына қояды деп әйел әңгімесін жалғастырады. Бибі Фатиманың қызығушылығы одан бетер артып, көрмей кетпеске бекінеді. Әйел болса жас, сұлу, бақташы бекер бақташы болмады. Ал енді көйлегімнің етегін ышқырыма қыстырып қойғаным, күні бойы айдалада жалғызсырап, елсізде зергіп, күйлеп, әйел сұрап келетін кездері де болады. Сол кездері әуелі Алла, содан кейін ем өзіңсіз, сіздің қалаған ырқыңыздамын, мен дайынмын дегенім ғой, дейді жас әйел. Апақ-сапақ ыңыр түсе бастаған кез. Пайғамбарымыздың қызы еркінен айырылып та қалғандай еді. Бұл жай бақташы болмады. Тегін еркек емес. Тағы да тықыршыған уәзірге кідіре тұруларын өтінеді. Қанша уақыт өткен кім білсін, бір кезде есегін жетектеп аулаға бақташы да кіріп келеді.
үсті басы шаң тозаңнан көрінбейді. Анау айтқан жасамыс болмағанымен маңдайы қыртыс-тыртыс, бет-аузы мыржым-тыржым, кірпіктеріне ірің қатқан адам қарақсыз деседей. Көп замай бибі Фатима мыңның қолы маңына жете бермейтін әзірет әлідей алыпқа тұрмысқа шығады. Өмірінің соңында дейін Құдай қосқан қосағын құрметтеп, өрметтеп, ардақтап өтеді. Сол бір күннен бастап тәубашылықты ұғынып, берік қабылдап, астамшылық, менмендік, күпіршілік атаулыдан ада болса керек. Алланың, мұсылмандықтың, адалшылық, имандылықтың ақ жолын еш уақытта қиып өтпесе керек. Келе-келе барша мұсылманмын деген әйел біткеннің піріне айналып та кеткен екен. Жарық дүниенің тең жартысының төлденіп тұруы да содан деседі.